Бездер адам ағзасына қандай рол атқаратынын білесіздер ма? Бір адамдар білсе, бір адамдар әрине білмейді. Әдетте мал сойған кезде малдың безін алып тастаймыз, жемейміз. Неге? Себебі малдың безі ол бүкіл ағзасындағы барлық улы заттарды өзіне тазалау жаңағы сүзгіш ролын атқарады. Дәл сол сияқты адамның бездерде біздің ұйқы безіміз, қалқанша безіміз, бүйрек үсті без, асқазан безі барлығының өзінің керемет ерекшеліктері бар. Егер сіздегі үнемі асқазан бездері және бүйрек без, сонымен бірге осы жаңағы қалқанша безі, ұйқы безі қызметі нашарлайтын болса, ұзақ уақыт өте келе қант диабет ауруына шалдығуыңыз әбден мүмкін. Егер сіздің соңғы кездері тамақ жегеннен кейін ішіңіз желденіп, асқазаныңыз кеуіп, тамақ батпай, жайсызданып, мазасызданып жүрген болсаңыз, ендеше мен сіздерге осы ұйқы безін реттеуге көмектесетін биоплюс және фаравиз өнімін қолдануға кеңес беремін. Қымбат антибиотик және химиялық дәрілерді қолданып ақшаңызды құртқанша, оданша бір уақыт денсаулығыңызға қарап, таза табиғи шөптен жасалған біздің Салива компаниясының өнімдерін қолданып көріңіздер. Толық ақпарат алу үшін сілтемеге өтіңіздер.